Баршаңызға сәлем, каналыма қош келіпсіздер. Видеоны соңына дейін көріп тамашалаңыздар. Бүгін сіздермен кәріше қырыққабат салатын жасаймыз. Капуста по-корейски. Ең алдымен капусталарымызды осылай ұсақтап турап, жақсылап езіп аламыз. Арасын ашып, қолмен жақсылап езіп, суы шыққанша жақсылап езіп аласыздар. Мен де бір капустаның жартысынан істедім. Өздеріңіз үйлерің қарай істейсіздер, мен жартысын істедім. Осылай жақсылап езіп болғаннан кейін үстіне 1 чайный ложка тұзымызды салып, тағы да қолмен жақсылап езіп аласыздар. Үстінен сәбізімізді теркудан өткіземіз. Жақсылап араластырамыз. Огурцемізді тураймыз. Оны да көбіктеп турап, мен өзім 3 қостым. Көп қосқанда дәмі де әдемі болады. Өздеріңіздің қалауларыңызша қоса бересіздер, қанша қосқыларыңыз келсе. Одан соң болгарскийімізді тураймыз. Чеснокты 1 дана, 2 дананы жақсылап езіп аласыздар. Езіп алып, үстінен қосасыздар. Мен 3 данасын қостым. Жақсылап езіп, үстінен араластырамыз. 1 чайный ложка тұз, 1 чайный ложка сахарымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Қалауларыңызша қызыл бұрыш, қара бұрыш салып, паприкамызды салып, тағы да араластырамыз. Майымызды қыздырып қоямыз. Майымызды қыздырып жатқан кезде үстінен уксус 1 чайный ложка уксусымызды қосып, алма уксусын қостым, мен жақсылап араластырамыз. Қызып тұрған майымызды қосамыз да, жақсылап араластырамыз. Кемінде бұл салат 8 сағат тұрса, өз дәмін күшті ұстап, керемет сағат болады. Жасап көріңіздер. Мен таңда жасадым да, кешкі тамақпен жедік. Өте дәмді болды. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Видеоны соңынан дейін көріп, тамашалағыларыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Одан да күшті рецепттермен сіздермен бөлісіп отыратын боламын.